Қазақ әлемі 2 Нұрлан Қоянбаев продюсерлік еткен фильм жарыққа шықты, жабық көрсетілімде болдым. Шынымды айтсам, Қазақ әлемінің бірінші бөлігін көрген жоқ едім, сондықтан да бірден екінші бөлігін көрдім. Бүгін премьерада өте қатты ұнады. Расында да фильмде қазақ екеніңе, тілің қазақ екеніне, Қазақстан азаматы екеніңе бір марқаязың, мақтанасың, патриоттық сезімің, патриоттық бір елге деген махаббатың одан сайын ашылады. Бір рухтанып шығасың фильмнен. Өте қатты ұнады. Расында да бұл Қазақтан қазақтан басқа ешкімге керек емес. Сондықтан да бұл фильм дәл соны көрсетті. Біз көп айтып жатамыз, иә, жастар әсіресе ана елге көшкім келеді, мына елге көшкім келеді деп. Егер де барлық адамдар сөйтіп, барлық қазақстандықтар, қазақтар сөйтіп көше берсе, елімізде кім қалады? Бұл елдің көркеюі де, жарқырауы да ол біздерге байланысты. Ата бабаларымыз қалдырған жер, сондықтан да соның барлығын өте әдемі көрсете білген. Операторлық жұмыс өте керемет. Одан кейін әндер, көптеген қазақстандық фильмдерде бұрын танымал әндерді көп қосып жатады, ал бұл фильмде олай емес. Өте бір көп білмейтін әндер баршылық осы фильмде, соны ұнады. Нұрлан Қоянбаев әрине әдеттегідей керемет. Одан кейін анау әзіл арқылы көптеген шындықтар айтылды, көптеген ойландыратын сәттер де бар, тіпті жылататын жерлер де бар. Сондықтан да өте қатты ұнады. 10-нан 10, өте керемет. Нұрлан Қоянбаев енді біздің елдегі номер 1 патриот қой. Сондықтан да көруге кеңес беремін.